1872 жылы Фридрих Ницшенің «Трайинен туып атты» еңбегінде сол кездегі қоғамға үлкен жаңалық боларлық аполлондық және дионистік бастау түсінігі енгізді. Бұл түсінік сол кезде өте қызу талқыланды қоғамда. Тіпті бұл пікірді қолдаушыларды, даттаушыларды. Тіпті әсіресе бұларды көп талқыланған дионистік бастау түсінігін сайтандық бастау деп атағандар болды. Ендеше біз бүгін осы әдебиеттегі, философиядағы, өнердегі дионистік аполлондық бастау түсінігі туралы сөйлесетін боламыз. Әуелі Омар аға, сізге қояр сұрағымыз, жалпы осы түсініктердің табиғаты қандай? Бұл қалай көрініс табады өнерде, әдебиетте? Фридрих Ницше өзінің осы аталмыш еңбегінде осы аполлондық бастауға және дионистік бастауға анықтама беріп кетеді. Біз ойлап жүргендей бұл екеуі мүлдем бөлек, бір-біріне қарама-қарсы бөлек ұғымдар емес екен. Ницшенің айтуы бойынша бұл жалпы творчествоның пайда болуының алғышарты. Мысалы, еркек пен әйел, ақ пен қара, түн мен күн, жамандық пен жақсылық қалай егіз болса, шығармашылықтың пайда болуына да осы аполлондық пен дионистік сондай қарама-қарсылықта бір-бірімен жұптасып қызмет етеді екен. Осыған сәйкес өзі мынау Машқа Жүсіпте «Каф пен Нон» деген поэмасы бар. Машқа Жүсіптің «Каф пен Нон». Сонда осы «Каф пен Нон», «Каф» жаңағыдай еркектік бастау, «Нон» әйелдік бастау дейді. Яғни тағы да осы аполлондық пен дионистіктің баламасы ретінде жалпы бүкіл дүние тіршілік осы қарама-қарсылықтардың негізінде пайда болады екен. Жақсы, енді бұл қарайтын болсақ, Аполлон, Дионис дегеніміз грек мифологиясының кейіпкерлері. Қарайтын болсақ, Аполлон дегеніміз белгілі бір ақылдың, сананың, тұрақтылықтың символы сияқты характерді сондай, ал Дионис керісінше хаос. Бұл жерде мынадай бір мәселе. Осы Ницшенің осы еңбегін оқып отырсақ, аполлондықты Ницше түс көруге жориды. Түс сияқты дейді. Яғни түс кезінде адам неше түрлі образдар көреді, ғажайып әлемде өмір сүреді. Яғни аполлондық бұл пластикалық өнер дейді. Пластикалық өнер, яғни кез келген нәрсе, пластика дегеніміз икемге келетін образ арқылы бейнелеуге болатын өнер. Ал дионистік бұл пластика емес дейді, пластика емес өнер. Яғни бұл дионистикке Ницше музыканы жатқызады. Сондан егер аполлондық бастауда бәрі реттелген, бәрі өз орында, образдар арқылы берілетін болса, яғни үнемі бұл жерде жарық мәселесі. Яғни Аполлон өзі көзі жап-жарық болып тұрады, ол ашуланса да мейірленіп тұрады, көзі ұшқын, махаббат ұшқындап тұрады дейді. Ал бірақ бұнда Аполлонда бұнда жатсыну бар дейді, Ницше айтады. Яғни адам мен адамның жатсынуы, иерархиялар, адам мен табиғаттың жатсынуы, адам мен Құдайдың жатсынуы. Ал дионистік бастауда бұл мас болу арқылы беріледі, опьянение дейді, мас болу. Бұнда осы нелер жойылады дейді. Адам мен табиғат қауышады, адам өзінің табиғи қалпына түседі, адам мас болып, есі шығып, әсіресе билеген кезде, бір музыкаға билеген кезде адам кәдімгідей адам өзі Құдайға айнала бастайды дейді. Яғни өзі жаңағыдай шығармашылық есіне айнала бастайды дейді. Міне сондықтан осы екі элемент бұл әр жазушының творчествосында олар қатар жүреді. Жалпы бұл мына күн мен түннің шарпысынан өмір дүниеге келсе, сол сияқты бұл аполлондық пен дионисизм бастауларын шарпысынан шығармашылық дүниеге келеді. Жақсы, енді әлем мәдениеті, творчество деп айтыңыз, шығармаларында осы аполлондық, дионистік бастаулар үлгі болатын, осылар табиғаттан табылып жатқан жазушылар айта аласыз ба? Дионистік бастау. Мысалы, мынау Томас Манн өзінің Достоевский «Но в меру» деген шығармасында 13-ші том қойдың, 13-ші том ба, сонда өзі 13 томда. Сонда мынадай бір ой айтады. Жалпы әлем әдебиетіндегі жазушылар екі топқа бөлінеді дейді. Біреуі дейді, олар эпикалық жазушылар дейді, олардың қатарына Гомерді, Толстойды, Шекспир жатқызады. Және сатаниндік жазушылар дейді, сатанистік жазушылар дейді. Олардың несіне қатарына Достоевский мен Ницше жатқызады. Сондан осы мәселеге байланысты сатанистік жазушыларда егер жаңағы
Толстойда бәрі ақылға бағынса, бәрі жететімен болса, образдар арқылы, эпикалық образдар арқылы берілсе, ал Ницше мен Достоевскийде бұл жерде образдар емес, бұл жерде түске жаңағы бір адамдағы бір экстаз кезінде. Мысалы, Достоевскийдің көптеген нелері, әдебиетте ашқан жаңалықтары көбіне бұған эпилепсия кезінде келген екен. Достоевский сіздер білесіздер, ол талма ауруымен ауырған. Сонда Достоевский өзінің братья Карамазовында жаңағы талып қала беретін адам бар ғой, кейіпкер. Сонымен айтады ғой. Сонда Достоевский күнделіктерінде жазған. Мен дейді, сол ала алмай жүрген асуларымды, сол жаңағы талма ауруы басталған кезде мен соны сезініп, сол ала алмай жүрген асуларымнан оп-оңай өтетінмін дейді. Ол керемет адамға ләззат сыйлайтын дейді. Бірақ кейіннен сол ләззаттың артынан сұрапыл азап келетін дейді. Неге? Өйткені табиғат кек алатын дейді. Неге? Өйткені мен табиғаттың тыйым салған нәрселеріне өтіп кеттім дейді. Содан ол дағы кезінде Достоевскийді де, Ницшені де, мысалы, ол науқас, ауру деп адамдар мазақтаған, келеке қылған, бірақ Томас Манн айтады, сол сау адамның ала алмайтын дейді, сол жаңағы дионистік кезде ол опьянение болуы мүмкін, ол экстаз болуы мүмкін, адам оны таудан тауға жаңағы шыңнан секіргендей алады дейді. Бірақ кейін дейді, сол толпа дейді, тобыр дейді, сол өзі науқас деп келеке қылған Ницшенің еңбегіне, басқа да Достоевский еңбектеріне жаңағы балға жабысқан дейді, шыбындар сияқты содан қорек алып, ғасырлар бойы қорек алып келе жатыр дейді. Жақсы. Енді Достоевскийдің шынымен де осы талмас ауру кезіндегі сәтімді өміріме айырбастау дайын дейді. Иә. Енді аға мынандай бір қызық сұрақ. Мысалы, қазақ әдебиетінде бізде осындай күйде жазылған дионистік бастаудан алынған шығармалар бар ма? Табиғат жақсы қалай білесіз? Негізінен мынау мастық деген ұғым өзі қазақ әдебиетінде бірінші рет өзі көтерген Шәкәрім атамыз. Шәкәрім Құдайбердіұлы көтереді, сонда Шәкәрім айтады, арақ ақыл, ой, мастық, жарық ақиқат дейді ғой. Сонда Шәкәрім айтады, осы шын мәніндегі Құдайдың жаңағы ақиқатын сезінген кезде адам мастыққа түседі екен. Сонда Шәкәрім атамыз айтады, Құдайды егер көрем десең, мас бол, жүрек тазала дейді. Міне сол мастық кезінде жаңағыдай шын мәніндегі осы бүкіл жаңағы ақыл салған кедергілердің бәрі бұзылады екен. Мастық кезінде адам өзінің жаңағы сүйіктісін, Құдайдың бейнесін көруге рұқсат алады екен. Сол кезде Шәкәрім айтады, енді маған дейді, адамда бір, шошқада бір дейді, жақсыда бір, жаманда бір дейді. Сондай бір бүкіл жойылған, бұл енді әулиелік деңгей. Сондықтан Шәкәрімде осы Шәкәрім өзінің шығармашылығында енді Абай атамыз бұл мастық туралы дүние естен шығады, көз жұмулы, көптеген халдерін жазған, бірақ Шәкәрімдегіде анық емес. Шәкәрімде анық жазған. Жақсы. Рахмет.